қабылдар. Осы кісі құртқан бәрін. Бүкіл өмірімді быт-шыт қылды. Өзім ауылда жүргем, Қызылорда Тереңөзек деген ауыл бар аржанда, Қалжан Ахун дейтін. Ауылдан яқ 3 адам түн бәрі осы жаққа көшіп кеткен. Сөйтіп мектеп бітірдім ғой мен. Үшін басына бастап айтып берейін, былай болды, әңгіме бар ғой. Осы сахнаға қалай шықты деген әңгіме ғой бұл. Бұларда идеологиялық тұрғыдан деп. Мектеп бітірдім. Білмеймін қай жылы екен, ұмытқан. Ол кезде жоқ тұғым мен ауылда. Класстастарым бітірді деп, әртіс болып кеткенмін ғой мен. Өзім. Сол мектеп бітіргеннен кейін класстастарым бәрі оқуға түсуге кетті. Документтерін алып, деп, еренелін алып бәрі. Оған не керегі бар екен еренелін. Сөйтіп, мен де бардым. Алматыға келдім. Арман қуып. Бір аптада жүрдім, өзімше қуып кеттім бірақ. Профессор, мұғалімдердің алдына кіріп, емтихан тапсырасың. Сол менің кезегім еді, 14-ші ма шығам. Бүйтіп кірдім да, жаңа профессор айтты, не келдің деді. Не келгенсің? Оқуға түсуге келдім. Сен бірінші душқа түсіп келеді маған. Түсінбей қалдым, душнес деп. Ойлам, душнес деп бүйтті. Ойлайды да, Алматыға келген кезде бүкіл қызылордалықтар келсе ойлайды, бәрін тұр күйіп кеткен осындай деп кәдімгі. Қап-қара бір бәле болады деп ойлайды. Негізі бізде Қызылордада жел оңтүстіктен түстен кейін солтүстіктен тұрады да. Әптен кептіріп тастаған ғой бүйтіп халықтың 50%-ын. Сол 50%-ға кірем мен негізі. Жоқ, рас ол. Сол бізде қыздар мынандай бастарын жуған кезде Қызылорданың қыздары көбісі енді біздің ауыл жақта тұратындар. Шаштан ана фен деген пайдаланбайды. Шашын жуады да поршықтан басын не алады, дыр. Жел жаймен үрле-бүрле кептіріп тастайды. Сөйтіп оқуға түсе алмай қалдым. Жүрді мен, не істерін білмей жүрген кезде бір күні Шалқар радиосынан звондады, бас редактор. Алматыға келіп кеткенін көрген ғой. Бірден айттым, звондады. Алло, қалайсың, Қанат? Жақсы. Қанат, сен ауылда бос жүр екенсің, оқуға түсе алмапсың. Сен бізге жұмысқа келеді радиоға. Бейші болып. Ойлап қам, бейшісін естіп. Радиода қалай билейсің ғой? Одан етсе болмайды ғой деп қоям өзімді. Сөйтіп жарайды деп келістім, әйтеуір. Сөйтіп жүрген кезде бір күн Тұрсынбек звондады. Қалады осы кісі. Көзі тірі, өзі тұр. Келді да бірден маған айтты. Звондады. Алло, Қанат, жақсы, қалай жағдайың? Жақсы. Қанат, сен бейт, біз осы 23 сентябрьден бастап біз театр ашып жатырып деді. Енді не қылайын дедім. Бүйтіп айтқан жоқпын, әшесіздердің алдында пантовать етіп отқан. Театр ашып жатырып деді. Ош, соған біз мықты актерлар іздеп жатырып деді. Сен бізге театрдың ашылуына кел деді, 23 күні. Кел, бізге өнеріңді көрсетті, кетесің қайттан. Мен жарайды деп телефонды қойып қойдым. Ойладым, немен барам мен? Жұмыс істемейтін адамда ақша да көп қой. Сөйтіп ойладым енді. Қайттан звондадым, Тұрсынбек дедім. Да, не болды, Қанат? Қанат, Тұрсынбек, мен немен барам дедім ояққа, немен барам? Айтсайшы, Астанаға немен барам мен? Сен былай істе, бізде актерлардың бәрі жан-жақтан алдырып жатыр, барлығы самолетпен келіп жатыр. Сен де пойызбен кел деді ма? Жарайды, пойызбен барсам барайын деп пойызға мініп алып барсам, кәдімгідей. Барсам Анаяқта деген мықты актерлар жоқ. Аманғали, телевизордан көрген адамдар ғой бәрі. Нұржан Тутов, Дәркен, бәрі көріп, аузым ашылып, жағым айырылып кеткен анарда. Кірдім. Біздің театрдың ерекшелігі деп түсіндірді кәдімгідей. Жұмысқа қабылдайтын адам ғой енді ол.
Біздің театрдың бір ерекшелігі жалғыз адамнан шығып, өз өнерін көрсетіп, немесе бір адамға пародия жасау керек. Сен кімнің дауысын сала аласың деді. Өзімнің? Жоқ, тұрада өзінің дауысын салуға болмайды. Сен бір конкретно бір қарашы, сен ойлашы, мысалы, бізде Дәркен деді, елбасының дауысын салады деді. Қайрат Түнтековтің ананың дауысын салады. Мысалға, Олжас деді. Ол деген кәдімгі Иманғалидың жаңа Астана қаласының әкімінің кім бар тағы? Көп қой, Жүрсін Ерманның бәрінің дауысын салады. Ерболат кемпірдің дауысын салады деді. Аманғали иттің дауысын салады деді. Білесіз, Аманғали иттің дауысын салатын. Жақында Қызылордадан бір ит шықты, Аманғалидың дауысын салатын. Сосын мен тұрдым да айттым. Жәнібектің дауысын салам дедім. Ол кім дейді? Көршім ауылдағы. Ол болмайды ғой деді. Сал деді. Деп, алдында тұрдым үндемей. Болсай дейді. Мұлғау ғой ол. Қанат сенікі болмайды, мынау істеп жүрген тірлігің сен болмайды деді. Сен ойлашы, бірдеңе салуың керек қой сен. Не может быть деді маған. Может деп, автоматтың дауысын сала аламын дедім. Автомат? Сал деді. Қалай дейді. Тағыстыршы. Тағы. Тілім жүріп қойды мына. Бүкіл актерлар өзі естіп қалған ғой, мен хит болып кеткен ғой. Бүкіл актерлар бірінен соң бірге батыр, сал. Жаңа Ерболат деген білесіздер ғой жаңа, әже болып шыққан. Действительно әже, мияуай кәдімгідей бар ғой. Келді, қанасы күшті салады екен ғой, салшы, шашақ кеткенсің ғой. Өзін салшы деп қойсын. Шашақ кетті мына. Сол не керек? Астанада конгресс холда кәдімгі концерт берді, автоматсың. Бүкіл зал екен жыртылды анда. Эфир болып кәдімгі бүкіл ел танып алған. Жұлдыз болып кеткенсің ғой уже. Тойға шығып кеттім ақырын онда. $1000 шығам. Кірем, дейм. Халық түсінбей атады дейді. Тағы дейді. Тойдың хозяйны $3000 қарызық қой мұнарда. Енді мен өзім жұлдыз ретінде мен сіздерге бір подаркым болсын деп істей саламын. Сөйтіп театрға кіріп кеттім. Құдайға шүкір әйтеуір. Мінекей менен бұрын сахнаға шыққан бірінші рет қой шығып тұрған. Тұрсынбек бар, Нұржан Туытов деген ағамыз бар. Жаңа Ерболат, Аманғали деген жігіттердің арқасында құдайға шүкір сол кісілерден әйтеуір білмегенімді үйреніп, білгенімді үйретіп жүрмін әйтеуір. Білгенде көп нәрсе білмейсің ғой. Анау дейді, телевизор ғой, LG деп әйтеуір түсіндіре салсын. Сосын ойладым, кәдімгі жұлдызсың ғой. Автомат кетіп қалған. Көшеде халық танып атады. Анау деп бір әже ғой. Дейтін бала ғой деп пәтезін жұтып қойды ана кісі. Абырой деген асқақтап кеткен, кімсің, қанатпын дейді жүн. Қызылордаға жақында жеке концертін берейін деп жатыр. Концертте өзім суретін тұрады, ауыз бұлай. Концерт бұлай болады. Аты Қанат Әлжаппаровтың деген концерті дейді. Енді концерттен бөлек болайын деп тұр негізі. Енді ойлап, адам деген қиын ғой. Ауыра бастайды, жұлдыз болған сайын уже ойлана бастадым. Театр ашып алсам бекем деп. Оны аштым. Қызылордаға барып, сентябрьде хит болды ма сентябрьде? Октябрьде бірден барып ашып тастадым. Не керек бар маған дедім, біреудің қарамағында жүріп дедім. Өзім неге өмір сүрмеймін мен дедім. Сөйтіп Қызылордаға барып 4-5 жігіт жинап алдым. Пистолеттің, танкінің дауысын салатын.
Нартай Бекежанов деген театр бар, сол жаққа концертті жабыстырып қойдым. Оружие без опасно деген концерт театрдан аты солай болды. 4-те сосын 7-те 2 сеансқа қойып қойдым. 4-те кәдімгідей аншлаг болды, екі қатары. 24 адам келді, өз туысқандарым бәрі сол екен. В общем, не керек, сол театр бар ғой, кәдімгі 4-те ашылды, 7-те жабылу болды ғой. Білдім, өмір сұрамайтын білдім да мен анарда. Тұрсынбекке қайтып келдім. Тұрсынбек білесің өзің? Келдім мен. Я дейді, өйтіп ондай болған жоқ, шайға. Тұрсынбекке келіп айттым. Тұрсынбек, мен театрымды білесің. Мен театр ашыптан білесің. Барлық документ бәрі жақсы. Сен давай бүкіл әртістермен кел дедім да қарамағыма. Сен не мазақ тұрсың ба, бір бәле деп ұрысып тастады. Сосын енді ұялдым да енді, тәке дедім, кешір, менде бір шамал жұлдыз ұстап қалып, менен ондай күтпеңіз, болашақта ондай қайталанбайды, қайтадан алыңызшы дедім. Ол тұрды, сен жарты ставкамен аламын деді жұмысқа. Алыңыз дедім. Жарты ставкамен жұмыс қалды. Сахнаға шығарды, тағы бір концерт болды бір жерде. Шықтық та. Тұрсынбек, не істеп жатсың? Жарты ставка ғой, жарысын айтам, жарысын айтпайын дедім ғой. Әйтеуір, мені сөйтіп актер болып, әйтеуір аман есен жүрдім да енді сонда. Бір кезде қарасам енді, өзі театрда бүкіл әншілер, әртістерінің барлығы Алматыдан, Шымкенттен келеді ғой, бәрі самолетпен ұшып келеді екен да, мен пойызбен келеді екен. Рахат менікі бір жатқан. Тұрсынбек айттым, тәке дедім, жұрттың бәрі самолетпен келіп жатыр. Мен пойызбен келемін. Жоқ, әңгіме жоқ, самолет жоқ емес, үйде бар дедім, түсіндірдім енді. Суреті ғой енді кішкентай еді. Самолетке билет алып берші дедім. Жарайды деді. Самолетке билет алып берді. Сөйтіп, 3-ші концертке, 3-4 концерт беріп тұрғанбыз ғой негізі. Ұшып келдім Астанаға. Кәдімгі самолетке бірінші рет мініп тұрмын да мен анарда. Ішіне кіріп алып постель сұрап жүрмін мен кәдімгі. Маған постель беріңіздерші деді. Сосын осындай самолет осындай екі қатар болады екен да. Енді көпшілігіңіз білетін шығарсыздар, көпшіліктеріңіз білмейтін шығарсыздар. Сонымен мына екі қатарда кәдімгі отырады екен адамдар. Бір-бірімен сөйлеспейді. Бір қыздың қасына отырып алдым. Қайқа барасың деп қойған ғой. Самолеттің ішінде. Әттең пойызға үйреніп қойғанмын ғой мен. Сіз қайқа барасың? Луговойдан түсіп қалам, Шымкенттен түсіп қалам деп айтады ғой. Отыр. Бір-бірімен сөйлеспейді. Бір кезде келді да, біреулер бүйтеді да, ремень тағыңдар деді. Тағып ал. Гаиста бола ма деп қоямын жолда. Сөйтіп, енді қарным ашты енді. Пойыз әйтеуір құлақтан теуіп тамақ шығып қаласың ғой біреулердің. Орада ондай жоқ. Бір кезде қасында бір әдемі қыз отыр екен да, танысып қояйықшы деді мына қызға. Чё дейді ана? Ничего, нормально. Жоқ, қарындас, сізбен танысуға болмады дейді ма? Закрой рот дейді. Смысл деді ма? Білетінді айтып тұрмын да маған. Смысл деді. Түсінді ау деймін анау да ше. Қоймадым енді қайта атың кім деп тұрды да. Менің атым Жанна деді. Сосын өзін айтқан, өзін айтып берді. Онда закрой рот деді. Сөйтіп самолеттен түстім. Самолеттен түстім ғой, әйтеуір аман есен, әйтеуір ештеңе болған жоқ, 2,5 сағатта ұшып келдік. Келсем, Аманғали күтіп алды. О, қана, жүр екеуміз бассейнге барайық деді. Давай кет. Бассейнге суға түсуге бардық. Хан шатырына. Европа екен ғой кәдімгі. Суға түсіп жүрсек, бір 2 маймыл адамдарға жағаласып суға түсіп жүр. Ой, анан қара деп жүрдік екенбіз. Бір кезде охранниктер кетті аналарды. Маймылдар сендерге суға түсуге болмайды деп алып барады да анау сурет. Сөйтсе жаңа маймылдар айтып барады, неге болмайды? Қанатпен Аманғалида түсіп жүр ғой деп қадам.